Сәлеметсіздер ме? Студиямызға қош келдіңіздер, түрлетіңіздер. Терроризм мен экстремизмнің алдын алу үшін не істеу керек? Әрбір мемлекеттік институт өзінің міндетін атқару керек, ел болып, жұрт болып, оның сақтанудың жолдарын қарастыру керек. Терроризмді адамның психикасымен, психологиясымен бірге тұтас қарастырып зерттеу керек. Терроризм тек қана бір мемлекеттің проблемасы емес, бұған ортақ күресіп, жүйелі түрде күресудің тетіктерін қарастыру керек. Елбасының ақштағы ұсынысы адамзат тарихындағы бір белес ретінде бағалау керек. Армысыздар, эфирде келіссөз. Бағдарламамыздың бүгінгі қонақтары дінтанушы ғалым Кеңшілік Тышқан және Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті дінтану кафедрасының профессоры, философия және теология ғылымдарының докторы Досай Кенжетай. Қозғап отырған тақырыбымыздың байыбына бару үшін бейнематериалға зер салайық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елдегі терроризм мен экстремизм мәселесін тікелей назарға алып отыр. Қатаң бақылау мен ептіліктің арқасында Қазақстанда биыл 21 ұйым экстремистік және террористік деп танылып, республика бойынша олардың іс-әрекеті тоқтатылды. Діни экстремизмге қатысы бар деген 600-ден артық адам қамауға алынды. Елімізде өткізілген профилактикалық жұмыстардың нәтижесінде 400-ге жуық адам исламның түзу жолына түскен. Интернетте экстремистік мазмұндағы жазбаларды таратқаны үшін 660-ға жуық ақпараттық материал мен 700-ге жуық интернет сайттардың өнімдерін жариялауға тыйым салынды. Терроризм деген белгілі бір мақсатқа жету үшін кінәсіз адамдарды өміріне зиян келтіру. Терроризмнің шет шегі жоқ. Бүгінде зұлымдықтың бұл түрімен күрес үшін елбасы бекіткен бағдарлама бар. Бұл құжат 2013-тен 2017-ге дейінгі аралықта ел халқының тыныштығын сақтау жолында жұмыс істейді. Мемлекет бюджетінен 200 миллиардқа жуық қаржы бөлінді. Әлеуетті органдардың тиімді жұмысының арқасында елде тыныштық сақталуда. Алайда, бұл тек қана олардың ғана емес, әр қоғам мүшесінің міндеті. Осыны есте сақтау керек. Жақында ақш-тың Нью-Йорк қаласында өткен Біріккен ұлттар ұйымының 70-ші сессиясына елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Президент өзінің баяндамасында халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы тұра алатын бірыңғай әлемдік желіні құруды ұсынды. Елбасы қатерлерге төтеп беру үшін жаһан жұртын жұмылуға шақырды. Бұл бастамаға сарапшылардың берер бағасы қандай? Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы экстремизм және онымен күрес. Елбасы Қазақстандағы экстремизм мен терроризм идеялық емес, қылмыстық негізі бар деген болатын. Ел мықтылығының сынға түсетін кезі де осы деп қауіптенуде президент. Бүгінде осы дінді жамылып, оны ел арасында бүлік салатындар көбейіп бара жатыр. Осы ағымның шырмауында кетпес үшін қандай әрекет жасағанымыз дұрыс? Бұл идеяның, пікірдің астында бір шындық бар. Себебі діннің өзінің болмысында жалпы адамның ішкі рухани жан дүниесін байытуға негізделген құндылықтар жинақталған. Ал қазіргі терроризм, экстремизм, бүлдіргіштік, отанның үй ішінен үй тігу деген дүниелер бұл діннің құндылықтарына жатпайды. Сол себепті діннің атын жамылып, әртүрлі мүддеге негізделген қылмыстық іс-әрекеттер жасалып жатыр деуге толық негіз бар. Енді осы дүниенің алдын алу үшін алдымен жалпы дін түсінігінің мәнін біз ашып көрсетуіміз керек, түсіндіруіміз керек. Дін деген дүние не? Себебі жалпы дін, егер біз дінді тек қана жаңа терроризмнің немесе әртүрлі фобиялық танымдардың негізінде түсіндіретін болсақ, онда ол дін терроризмнің құрбанына айналады. Бірінші мәселе өйткені бұл дінді нақты дін ретінде, құндылық ретінде біз сақтауымыз керекпіз. Екіншіден, осы терроризм мәселесін жалпы діни болсын, саяси болсын, бұл терроризм деген бұл қандай да бір бүлдіргіштікке негізделген қылмыстық жүйе. Онымен әрине қылмыспен қалай күресеміз, сол сияқты күресуіміз керек. Яғни бұл қазіргі терроризм тіпті жеке мемлекеттік емес халықаралық деңгейге көтерілгендіктен, жалпы халықаралық деңгейде жаңағы қылмыс деп танып, соның алдын алуға бағытталған шаралар жасалу керек. Бірақ ең басты дүние бұл жердегі терроризмнің алдын алуда жеке адамның дінге қатынасты, терроризмге қатынасты түсінігін қалыптастыру дұрыс бағытта өте жемісті болар деп ойлаймын. Қазір экстремизм дегенде, терроризм деген кезде барлығы ислам деп танитын болды. Терроризм деген кезде барлығы қалашығы ұстаған, қауға сақал, балағы қысқа мұсылмандарды елестететін болдық. Бұл енді исламды құбылысқа айналдырып, фобиялық құбылыстар болды негізінде. Жалпы бүгінде біздің еліміздің аумағында осы экстремистік ұйымдардың қаупі қандай? Соған тоқталсаңыз. Экстремистік және радикалды топтардың бүгінгі қазақтың мемлекеттілігі үшін де, қазақ мәдениетінің болмысының баяндылығы үшін де
қазақ ұлтының немесе қазақстандық әрбір азаматтың санасының сақталуы немесе кірленбеуі үшін де қат-қабат мәселелер тұр қазір. Сол мәселелердің барлығын әрбір сұрақтарының жауап беретін сұрақтарына қарай бөліп, платформаларға бөліп, экстремизмге күрес жолдарын орталықтандырылған бір жүйе ретінде орнықтыруымыз керек. Бізде жұмыстар бар, жүріп жатыр. Жоқ емес, жоқ деп айтсақ болмайды, ол өтірік болады. Себебі мемлекеттің өзі дәл осы мәселеге тікелей қаржы бөліп жатыр. Мысалы 2013-2017 жылы бізде мына терроризммен күрес жылы ретінде жарияланды. Қанша қаржы көздер бөлініп жатыр. Соған мысалы Дін істер комитеті, қоғамдық институттар, ғылым және білім өкілдері тұтасып бірге, Қазақстан мұсылмандар дін басқармасы да бар. Осы мәселені халыққа насихаттау мәселесі жүргізіліп жатыр. Бір бұның оң нәтижесін көріп отырмыз. Аймақтарға барған кезімізде халық қандай топтың экстремистік топ екендігін, қандай іс-әрекеттің, идеялардың, принциптердің терроризмге апаратындығын, бұлардың төркіні қайдан келіп жатқандығын халық біледі. Демек, бұл іс-шаралардың өзі біздің халықты неден сақтандыру керек екендігін тұрғысынан құлақтандырып қойған. Бұны біз қоғам тек радикалды топтардың қолына қару алып, әртүрлі лаңкестік террорлық актілер жасауы немесе әртүрлі қылмыстық әрекеттерге баруы деген сияқты түсінеміз. Ал шын мәнісінде жаңағы санаға шабуыл, мәдениетке шабуыл, дәстүрге шабуыл, қоғамның ішіндегі рухани тұтастыққа шабуыл, соның ішінде жаңағы біздің дінге деген адал ниетімізге шабуыл, халықтың ішіндегі бейкүнә жаңағы көзқарастардағы адамдарға шабуыл, яғни жаңағы діни әрекеттерге байланысты. Бұның барлығы өз кезегінде жаңағы біздің қоғамның болашақта тұтас дамуына, бір қалыпты дамуына немесе жаңағы тұтастығын сақтап қалуына, рухани тұтастығын сақтап қалуына бәрі қауіп төндіріп отыр. Жалпы экстремизм деген сөздің өзі шектен шығушылық. Ал неліктен радикалдардың идеясы осы көпшіліктің қолдауына ие? Яғни олардың арасында тек жастар ғана емес, егде адамдар да бар. Осы Сирия немесе тағы басқа да елдерге осы экстремистік топтардың мүшесі болам деп кетіп жатқандар аз емес. Оның себебі не? Бұл жерде бір нәрсеге қарау керек. Мынау жаңағы дін деген құбылыс, бұл адамның жүрегінен орын алатын бір құбылыс. Сондықтан діннің атынан айтылған, Құдайдың атынан айтылған, қасиетті кітаптардың атынан айтылған дүниелерге көп адамдар елең етіп қарайды. Содан кейін көп қарсылық білдірмейді. Терроризм және экстремизм деген мәселе бүгінгі жағдайда біздің мынау ұлттық мәселемізге айналып отыр. Тек қана мемлекеттік емес. Бұл мәдени мәселеміз болып отыр. Мәдени біртектілігімізге де үлкен қауіп төндіріп отыр. Себебі адамды адам қылған қабаттар, ол ұлттық негіздер, ол мәдени қабаттары. Жалпы біздің азаматтардың дінге деген қызығушылығын кез келген көзден, кез келген жерден, кез келген адамнан толықтыруға бір сараптамалық немесе бір талғамдық деңгейінің болмауы. Яғни кез келген дін туралы түсіндірген досы болсын, группаласы болсын, курстасы болсын, оның жаңағы айтқан уағызын тыңдауы. Жалпы мынау діннің өзі өте үлкен күрделі жүйе деді қой, оны түсіну үшін жылдап оқу керек. Жаңа елбасының айтқан жаңа сындарлы 10 жыл кітабындағы діни фанатизм мен діни дүмшелік деген дүниесі, осы діни дүмшелік, яғни жаңа шала молда немесе шала діндар, енді оны міндетті шартты түрде молда деген біз имамдар елестетеміз. Ал шын мәнісінде қазір молдалықпен айналысып жүрген адамдар өте көп. Өзі кішкене ғана бір деңгейге қол жеткізіп, барлық адамдарды өз сияқты ойлауға, өз сияқты көзқарасқа тартып жатады. Осы жаңағы радикалды ағымдардың қатарын толықтыруға өте үлкен үлес қосып жатыр деп айтуға болады. Террористік, экстремистік ұйымдарды жою үшін не әсер ете алады? Ол мемлекет па, отбасы ма, әлде қоғам ба? Кез келген жаңағыдай сырттан келген шабуылдарға мемлекеттік институттар, қоғамдық институттар, оның ішінде ең негізгі бөлшегі, клеткасы деп айтады, хужра, бұл отбасы. Өзі Алла тағаланың жаратқан ең киелі нәрсесі бұл отбасы шындығында. Сол отбасының ішкі динамикасын арттыру, танымдық, ұлттық, өркениеттік, сол арқылы қоғамды өзгеріске түсіруге болады. Қоғамды арғы мемлекеттік институттардың қамқорлығымен үндестіруге болады. Проблеманы осылай жүйелі түрде шешуге болады. Радикалды немесе экстремистік ұйым дегендерінің өзінің орын алуы осы біз айтқан құндылықтың әлсіз жерінен көрініс тауып жатыр. Жұқа жерінен көрініс тауып жатыр. Сондықтан біз оны қоюлатуымыз керек, қалыңдатуымыз керек. Ол үшін жаңағы дәстүрлі отбасылық тәрбие, таным, әулеттік таным, ақсақалдық таным, содан кейін үлкенге құрмет мәселесі, тыңдау мәселесі, ел үйісу мәселесі, былайша айтқан кезде бір жағадан бас шығаруға деген талпыныс, бұл жаңа біздің алдымызда көздеп отырған әртүрлі инвестициялардың, әртүрлі экономикалық дамулардың
дамыған елдердің қатарына кіреміз деп отырған жаңағы әртүрлі бағдарламалардың одан да берік кіруіне және жаһандану ішінде езіліп кетпеуге, жойылып кетпеуге, өзіміздің түр бейнемізді сақтап қалуға өте үлкен бір ықпал ететін дүние. Ал жалпы осы әлемде қалыптасқан жағдайды саралай отырып, елбасы осы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 70-ші сессиясында осы халықаралық терроризм мен экстремизмге қарсы күресе алатын әлемдік желіні құру қажеттілігін айтып кеткен болатын. Сіздің ойыңызша бұл халықаралық беделді ұйымның тарапынан қолдау табады ма? Әрине, бұған кез келген мемлекет өзінің территориясында азаматтарының, халқының үреймен өмір сүргенін, қорқынышпен көшеге шыққанын қаламайды. Сондықтан бұл терроризм деген жаңағы індеттің алдын алуға барлығы да мүдделі деп айту керек. Бірақ әркімнің бір тәсілі бар. Әркімнің бір өзінің ұстанатын позициясы бар, ұстанымдары бар. Әркімнің өзінің бір өткен тарихы бар, кезеңі бар. Сол себепті біздің халықаралық түрде жүйелі қалыптастыру ол өте орынды ұсыныс. Халықаралық бүкіл әлемдер, қазіргі әлемдегі 193 мемлекет болатын болса, Біріккен ұлттар ұйымына бұлардың барлығы бір ауыздан осыны бір жоюдың тетігі ретінде қарастыратын болса, бұл үлкен жетістік болар еді. Бірақ халықаралық түрде шешіледі, бұны біреулер осыны ұйымдастырады, бәріміз біз қарсы шығамыз деп отыру, бұл да дұрыс болып санала қоймайды. Өйткені бұған күресу керек халықаралық түрде, бірақ мемлекет өзінің қамын тағдыр жасау керек. Егер мысалы жаңағындай кейбір мемлекеттердің мүддесі тұрғысынан кейбір геосаяси жағдайларға байланысты, немесе жаңа экономикалық, немесе жаңа ресурстық мәселелерге байланысты да бұл өрістеп кетуі мүмкін. Сондықтан сенің айтқаның дұрыс деп бәрін құптай беру кейбір мемлекеттер мүддесі сәйкес келмеуі де мүмкін. Сондықтан Қазақстан жеке дара тағы да осыған жүйе қалыптастыру керек, тетік қарастыру керек. Халықаралық тетікке онсыз да біз Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі ретінде қосыламыз. Осы тұрғыдан алған кезде президенттің айтқан дүниесін осы жағынан біздің көзқарастарымыз алшақ болмасын дегенге саяды. Яғни біреу қолдау сияқты позиция танытып, біреу көрмегенсімеңдер деген сияқты мен түсінуімше сондай бір емеурін байқалады. Біздің елбасымыздың ұсынысын кешегі оғында айтқан ұсынысы бұл әшейін бір айтылған ой емес, ол бір тәжірибе бар бізде. Сол тәжірибені ұсынып отыр бір жағынан. Болашақта тағы қандай мемлекеттермен бізге бірлесіп осы мәселені шешуге болады? Әлде сондай қарым-қатынас орнатып жатырмыз ба? Әр мемлекеттің жеке өзінің бағдарламасы бар, жеке стратегиялық, методологиялық, позициялық мәселелер бар. Сонымен қатар ТМД мемлекеттерінің арасында да бұл мәселелер бар. Шанхай ынтымақтастық бірлестігінде де бұл мәселелер бар. Ислам мемлекеттері ынтымақтастық ұйымы. Бұл ұйымда да негізі осы мәселелер бірінші мәселе болып қаралады. Терроризм. Ислам әлемі бұл жалпы терроризмге қарсы әлем ретінде өздерін, мысалы былтыр осы мамыр айында бізде үлкен бір кеңес болды. Сол кезде бүкіл әлемге жариялады. Бұл да қарасаңыз, ол халықаралық деңгейде бұл мәселеге қарсы платформалардан біз кенде емеспіз шынында. Қазақстан болсын, немесе Қазақстанның мүше жаңағыдай халықаралық ұйымдар болсын, бүкіл мәселелер осылай. Мәселе сол мәселені шешудегі әр мемлекеттің өзінің механизмдері, тетіктеріне байланысты болып отыр. Өзара ынтымақтастығына байланысты болады, өзара үндестігіне байланысты болып отыр. Экстремизммен күрес мәселесін бірнеше сатылармен қарау керек. Бірінші ол жаңағы идеологиялық, қылмыстық немесе жасырын түрдегі көрінісі, оны жаңағы әртүрлі азаматтық пікір қалыптастыру немесе әртүрлі алдын алу шаралар арқылы алдын алуға болады дейтін болсақ, ол кейін қылмыстық топтық ұйымдасқан деңгейге көтерілген кезде немесе арнайы жаңағындай шараларды қосуға немесе жаңағы нақты бір теракт немесе нақты бір көрініс ретінде пайда болуға бағытталған кезде бұнымен жаңағы құқық қорғау, қауіпсіздік қызметкерлері бұл жүйелі түрде араласу керек. Ал қазір егер біз халықаралық деңгейде осындай жүйеленген, қалыптасқан қылмыстық жаңағы террористік топтардың дайын бар екенін көретін болсақ, біз бұны тек қана біз адамдарға түсіндірумен, алдын алумен, бұл мәселемен күресеміз деудің өзі жаңа бір жақты болар еді. Ал енді құрметті қонақтар, осы біздің көрермендермен осындай бір пайдалы, қызықты ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін, біздің бағдарламаға келгендеріңіз үшін үлкен алғысымды білдіремін. Терроризмді жаһандық қауіп деп таныған жөн. Сондықтан әлемге террористер мен экстремистерге қарсы бағытталған нормалар мен ережелер қажет деді елбасы өз сөзінде. Сонымен қатар лаңкестік топтардың бірыңғай тізбесін әзірлеу маңызды, ал оларға қатысы бар адамдарға қатаң шаралар қолдану жайлы ұсынысты жасалды. Осыдан Қазақстан халықаралық терроризм мен экстремизмді жоюға бағытталған ұжымдық әрекеттердің жақтасы болып қала беретіндігі белгілі. Назарларыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше.